Шаттықтың үніндей мәңгілік, соғылсын қоңырау соғылсын, қуаныш әніндей жаңғырып, жүректер ақ нұрға қосылсын деп Абай атындағы орта мектебінде бүгін соңғы қоңырау мерекесі. Ендеше мерекелеріңізбен сіздерді құттықтау сөз мектеп директоры Алтынбекова Ләззат Керімбайқызы және оқу тәрбие жұмысының орынбасары Жұмабекова Жұлдыз Жұмабекқызына беріледі. Құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар, 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Қоңырау үні мектеп қабырғасынан шыққан әрбір адамның құлағына тамыз, жүрегіне жақын үн. Бүгін барлық қазақстандық білім алушылар 2019-2020 оқу жылын аяқтап жазғы демалысқа, ал мектеп түлектері үлкен өмірге жолдама алғалы тұрсыздар. Бүгінгі соңғы қоңырау сіздер үшін. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, барлықтарыңызды 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Әр мектепте соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енген көңілді әрі қуанышты оқиға. Мектебімізде биылғы оқу жылында 36 озат оқушы, 61 оқу екпінділері және 11 сыныпты 9 түлек аяқтағалы отыр. 11 жыл бұрын тардай болып мектеп табалдырығын аттаған балалар бүгін таудай болып үлкен өмірге қадам басып отыр. Түлектер өздерінің 11 жыл білім алған алтын ұяларымен қоштасса, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкірттерін өмірге қанаттандырады. Барша жас түлектерді алда үлкен сын күтіп тұр. Барлықтарыңызды ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маманы ата-аналарына тілектеспін. Ал мектептегі алғашқы жылдарын сәтті аяқтап, 1-ші сыныптан 2-шіге аяқ басқан жас бүлдіршіндер мен барлық мектеп оқушылары жазғы демалыстарыңды жақсы өткізіп, күш жинап, жайдары көңіл күймен жаңа оқу жылына оралуларыңызға тілектеспін. Ата-аналарға қашықтықтан оқыту кезінде сабырлық танытып, түсіністікпен қарағандарыңыз үшін алғысын білдіреміз. Биылғы оқу жылында ұстаздар мен оқушылар биік белестерден көріне білді. Аудандық пән олимпиадасынан жүлделі 8 орынға ие болды. Облыстық пән олимпиадасынан 9 сынып оқушысы Елісхан Ержанат құқық пәнінен жүлделі 3-ші орынға ие болып, мақтау қағазымен марапатталды. Ұстазы Үкешева Клара Тоқтасынқызы. Сонымен қатар аудан, облыс, республика көлемінде өтілген дарын кезет, кемеңгер ұстаз, мұрагер, тағы басқа байқаулардан, жарыстардан, қашықтық олимпиадалардан мектеп оқушылары мен ұстаздары жүлделі 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға ие болып, мақтау қағаздары мен дипломдармен марапатталды. Атап кететін болсам, информатика пәнінің мұғалімі Сыдықов Демеу Қалабекұлы өзінің шәкірттерін жоғарғы деңгейде көрсете білді. 6 оқушы 100-110 балдан ие болып, 1-ші жүлделі орындарға ие болды. Бұл мектеп қуанышы, мектеп мәртебесі. Елімізде жасалып жатқан жаңа игілікті істердің барлығы жас ұрпақ келешегі үшін. Ауылына қарап, азаматын таны дегендей, биылғы оқу жылын мектебімізде 9 түлек бітіргелі отыр. Үлкен қуанышпен айталамыз, биылғы оқу жылында бір оқушымыз Абдикаримова Назерке мектепті алтын белгімен бітіргелі отыр. Құрметті мектеп түлектері, қай жерде жүрсеңіздер, туған ауылдарыңызды, алтын ұя мектептеріңізді, білім нәрін сусындатқан ұстаздарыңызды мақтаңыздар. Болашақта үміт артар, маман иесі болуларыңызға тілек білдіреміз. Сәт сапар жас түлек.